Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеода Бремя атты зомбилар туралы киноны қысқаша мазмұндап беретін боламын. Кино ұзын өзен бойымен үй қайықта келе жатқан ерлі-зайыптының көрінісімен басталады. Олар жыл сайын қайық үйлеріне мініп алып түрлі әдемі жерлерге саяхаттайтын. Бірақ бұл жолғы саяхаттар өте ерекше болғалы тұр. Өйткені олар жүрген өзеннің айналасында вирус тарап, адамдар соның кесірінен зомбиға айналып кеткен болатын. Кешкісін Энди мен Кей сөйлесіп отырғанда әйелі Кей бұл жақтан кетіп қалаға оралу керектігі туралы айтады, өйткені оларда жеуге азық таусылып жатқан еді. Энди болса бұның дұрыс шешім еместігін айтып қарсылық танытады. Таңертең Энди қайықтарының қасынан аударылып қалған бөтен қайықты көріп соған барады. Қайық сынып жатса да ішінде көптеген тамақтар мен виноны тауып алады. Аяқ асты қарама-қарсы тұрған есіктен қорқынышты дыбыстар шыға бастайды. Энди болса бас амандығын ойлап көтін қысып қайықтан шығып өз қайығына келеді. Алып келген тамақтарын әйеліне көрсетіп сынып жатқан қайықтан тауып алғанын айтады. Әйелі оған уайымдап кетіп аман-есен келгеніне қуанып рахметін айтады. Энди ұйқыға кеткенде әйелі қыздарын әкесінің қасына тастап кетіп өзі әлгі сынып жатқан қайыққа барады. Қайық ішінен күйеуіне жаңа бритва тауып алып шыға бергенде есіктің ар жағындағы зомби әйелді ішке тартып алып сүйреп кетеді. Энди қыздың жылаған даусынан оянып кетіп әйелін іздеп дәлізге шыға бергенде Полдың қан екенін байқайды. Қанның бойымен жүре отырып аяғы қан болып жатқан әйелінің қасына келеді. Әйелді әлгі қайық ішіндегі зомби тістеп алған болатын. Соның кесірінен әйел алдағы 48 сағат ішінде зомбиға айналып кететін ауруға шалдығады. Бұны көрген Энди картада көрсетілген ауруханаға баруымыз керек деп өздерімен аз-маз тамақ алып сүңгуір қайықпен жағаға шығады. Жағаға шыққан бойда олар денелері күйген, өздері тоңқайып өліп жатқан адамдарды кездестіреді. Бұл уақытта Том атты қыз аң аулап шұңқыр ішіндегі зомбиларды тамақтандырады. Зомбилардың айқайлаған дауыстарынан қорқып екі құлағын жауып алатын. Энди мен Кей жолай айдауға жарамды көлікті кездестіріп оған бензин құйып кетпекші болып жатқанда аш зомбилар шабуыл жасайды. Бірақ олар зомбилардан қашып үлгеріп көлікпен жолай келе жатқанда балаларының памперсін ауыстыру үшін жолға тоқтайды. Кей баласының памперсін ауыстырып жатқанда аяқ асты құлап қалып аузынан ірің аға бастайды. Әйел өзінің зомби тістеп алған жерінен ірің ағып жатқанын байқап өз күйеуіне айтады. Кенеттен алдарынан зомби шығып Энди рөлге ие бола алмай өсіп тұрған ағашқа келіп соғады. Есін жинағанда Энди әйелінің зомбиға айналып кеткенін көреді. Қызын алып машинадан шықпақшы болып жатқанда Кей оянып кетіп Эндиді тістеп алып онда зомбилардың ауруымен улап жібереді. Енді күйеуі Энди 48 сағат ішінде зомбиға айналып кететін ауруға шалдығады. Бұған ашуланған Энди зомбиларды өлтіретін уколды өз әйеліне салып өлтіріп тастайды. Сабыр сақтап өз-өзіне келіп қызын арқалап жолға шыққанда олардың алдынан зомби шығады. Сол уақытта Том жүгіріп шығып өзінің алақанын кесіп қанды ағашқа жағып қаша жөнеледі. Әлгі зомби Томның әкесі болатын. Түннің ортасында Энди қызын алып бөтен бір ауылға келеді. Ауыл ішіндегі қараусыз тұрған үйге кірген бойда оны белгісіз бір әйел адам күтіп алады. Солай екеуі біраз сөйлесіп жарақатын таңып беріп аз да болса пайдасы тиетіндігін айтады. Әлгі әйел осы ауылда мұғалім болып жұмыс жасайтын. Ол Том туралы толық ақпарат айтып беріп ата-анасының зомбиға айналып кеткендігі туралы айтып береді. Солай таң ата Энди жолға шығады. Жолай тоңқайып жатқан зомбиларды қайта кездестіреді. Энди жолда айдауға жарамды көлікті көріп отырайын деп жатқанда көліктің иесі Вика Эндидің артындағы зомбиді өлтіріп тастап оны бір өлімнен аман алып қалады. Солай үшеуі машинаға отырып Виканың ескі базасына келеді. Оларды Ларина атты қыз күтіп алады. Вика қызды Ларинаға тастап кетіп Эндиді өзімен бірге алып кетеді. Олар Том қамалып тұрған торға келіп айналасындағы зомбиға айналып кеткен адамдарды өлтіріп олардың қымбат бұйымдарын жинап алады. Ларина баланы бағы ойнатып отырғанда баланың ішінде зомбиға айналып кететін сұйықтықтың ағып жатқанын байқайды. Бұл кезде Энди мен Вика басқа да торда қамалып тұрған қарияның жанындағы зомбиларды өлтіріп олардың да қымбат бұйымдарын жинап алады. Кешкісін Эндидің қолдары қатты дірілдеп ауру сезімін тудырады. Зомбиға айналып кетіп басқаларға өзінің зияны тиіп-кетпесі үшін ол өз-өзіне қол жұмсамақшы болады. Бірақ оны Ларина тоқтатып алып бұл жақтан тезірек кету керектігін айтады. Өйткені Вика оның күйеуі емес, Вика Ларинаның күйеуін өлтіріп оны күштеп ұстап отырғанын айтып зұлым қаншерге теңейді. Бұл әңгіменің барлығын Вика естіп қалып Эндиді ұрып талдырып оны Томмидің қасына қамап қояды. Энди есін жинаған уақытта олардың қасына аш зомбилардың келе жатқанын көріп ілініп тұрған еттерді зомбилардың алдына тастап жібереді. Тамаққа таласқан аш зомбилар алаңдап тұрғанын пайдаланып Томми екеуі тордан қашып шығады. Тордан шыққанда Энди қызын құтқару үшін қайта Виканың үйіне келіп Ларинаны ұйқысынан тұрғызып төртеуі қаша жөнеледі. Бұны байқап қалған Вика Эндиді атпақшы болып жатқанда оқ Ларинаға тиіп кетеді. Сол жерде Ларина қайтыс болады, ал Том мен Энди қызы үшеуі қашып құтылады. Түннің ортасында Эндидің ауру асқыны ол жарда жағылып тұрған қанды жалай бастайды. Ертеңіне олар қайыққа отырып Энди жағажайда көрген отбасыға өз балдарын тастап кетуге келеді.
Жағажайдан ол өз қорын қазып жатқан ер адамды көріп, денесіндегі зомби тістеп алған жарақатты байқайды. Әлгі ер адам отбасын өлтіріп, содан соң өзіне қол жұмсайтындығын айтады. Энди баласын алып бұл жақтан кетіп бара жатқанда атылған оқтардың даусын естиді. Әлгі жігіт Эндидің артынан қуып жетіп, Эндидің көзінше өз-өзін атып тастайды. Энди болса жігіттің пистолетін өзімен қорғаныс ретінде алып алады. Том Эндидің қызына зомбиға айналып кетудің алдын алатын арнайы кремді бетіне жағып беріп, Эндиге өзінің отбасы жасырынып отырған орынға баруға ұсыныс жасайды. Солай үшеуі туннельдің ішімен жүріп келе жатып, алдарынан тамаққа таласқан неше түрлі зомбиді кездестіреді. Ұзақ жол барысында Энди өз қызын Томиға сеніп тапсыратындығын айтады. Өйткені ауру шыдатпай ауырып, көздерінен ірің аға бастайды. Бірақ Энди қызын қауіпсіз жерге апаруым керек деп өзіне мақсат қояды. Ауруға шыдамаған Энди ақыр-түбі зомбиға айналып кетеді. Бұл уақытта орман ішінде Томның анасының жабайы тайпасы зомбилармен күресіп жатқан болатын. Энди зомбиға айналса да өзін еттің қанымен алдау арқылы Том мен қызын қауіпсіз жерге жеткізеді. Том кішкентай сәбиді алып Эндимен қоштасады, ал тайпа адамдары Эндиді өлтіріп тастайды. Солай тайпа адамдары Том мен Эндидің қызын қауіпсіз жерге әкеліп, оларға бас көз болады. Осылайша кино да аяқталады. Видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп, қазақ тілді каналға қолдау көрсете отырыңыздар.